Үйлеріңізде мен көп білем, біздің үйде әсіресе мынандай жылқының қартасы желінбей қалады. Одан кейін үстіп қарамалдың жылқының бауыры желінбей қалады. Қазір мен күшті нәрсе істейін деп жатырмын. Ол үшін мынаны тазалап жуып аламыз жылқының қартасын, одан кейін аударамыз. Мына жерде аударып қойдым. Аударып болған кейін қазір мариновка жасаймыз. Міне, мынау қарта, ішек қарта, мариновка жасап қойып қойдым. Бір мариновка сіңсін деп, тұзы бұрышы барлығы сіңсін деп, бір жарты сағат, 40 жарты сағат емес, 1 сағаттай қоямын енді осылай. Мына бауырға да міне, мынау қарта, ішек қарта, мариновка жасап қойып қойдым. Бір мариновка сіңсін деп, тұзы бұрышы барлығы сіңсін деп, бір жарты сағат, 40 жарты сағат емес, 1 сағаттай қоямын енді осылай. Мына бауырға да мінекей мариновка жасап қойдым. Смес бәрін қосып. Бұны да 1 сағаттай қойып, мариновка сіңуіне, дәмі кіруіне мүмкіндік береміз. Тазалап жуылған, осылай ішіндеген бір аударып, мариновка жасадым. Наны да, бауырды да. Осылай ұзын-ұзын етіп турап алдым. Енді осыны қазы сияқты айналдырамыз былай. Міне жаңа менің ішекке салып істеп қойғаным. Өзіміз асқанға, ал мынау қонақтар келгенге.